Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге сметанник пирогын пісіру жолын сіздерге көрсететін боламын. Бізге бірінші үйленген ұн керек, одан кейін разрыхлитель сәл қосамыз. Одан кейін 100 грамм майымызды алып, мен щедрый лето қолдандым. Соны ұнға жақсылап екеуін араластырып езіп аламыз. Бөлме температурасындағы май болу керек, морозильниктегі жарамайды. Немесе холодильникте тұрғанда жарай береді. Осылай ұнымызға майымызды үгітіп аламыз. Барынша үгітіп алып, жан-жақтарын жинақтап, құмшекерімізге бір жұмыртқамызды қосып, араластырып, осы жаңағы ұн мен майымызға жұмыртқаны салып, құмшекер екеуін ешқандай су ештеңке қоспаймыз. Сол екеуін қосып бір-бірімен қамыр илеп аламыз. Бәрі бірге араласып қамыр болады. Мінекей тостақтың жан-жақтарын бәрін жинақтап қамыр жасап аламыз. Ол қамырды салафанға салып, кішкене 15-20 минутқа, 2 сағаттан артық сақтауға болмайды. Салафанға салып, холодильникке салып қойыңыздар. Салафанға салып, холодильникке қоясыздар. Және де ішіндегі начинкасын дайындау үшін бізге қаймақ керек. Одан кейін құмшекер, жұмыртқа және кукурузный крахмал бір үлкен қасықты қосып, бәрін бірге араластырып дайындап қойсаңыздар болады. Құмшекер ерігенше жақсылап араластырып, одан кейін дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, формамызға диаметрі 24 сантиметрлік осындай формаға жақсылап жайып аламыз да, шет-шетін бәрін бірдей қылып туралап, ортасын вилкамен кесеміз. Вилкамен кесіп, жаңағы начинкамызды, қаймақпен қосылған начинкамыздың бәрін саламыз. Сөйтіп шет-шетін осылай бортиктерін басып қойсаңыздар болады. Сөйтіп қызып тұрған пешке 30 минутқа салып аламыз. 30 минут уақыт өтті. Осылай піскен пирогтарыңызды, сметанниктеріңізді алып, бір шоколадпен бетіне өстіп теркадан өткізсеңіздер болады, немесе сахарный пудра сепсеңіздер болады.